Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осылай саңырауқұлақпен бірге еттен жасалған қуырдақ істейміз. Ол үшін саңырауқұлақ қажет болады. Және де пияз, және де картоптарымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Және де піскен, яғни қайнатылған ет, құйрық қосуға болады. Отымызды жағып, майымызды қыздырып, үстінен ең алдымен қозы құйрықты саламыз. Және кішкене қозғап, оның әрине суы шығады, суы басылып, кішкене тартылғанша осылай қайнатамыз. Одан соң үстінен етімізді, майларымызды саламыз, араластырып, кішкене біраз қуырамыз, және оның үстінен пиязымызды саламыз. Пиязымыз сары түске боялғанша қуыратын боламыз. Жақсылап қуырып, үстінен бұрыш сеуіп, және де тұз сеуіп, дәмін береміз. Ең соңында үстіне картопымызды салып, және де араластырып, осылай бетін қақпағымен немесе осылай шарамен төңкереміз. Мінекей, біздің қуырдағымыз дайын. Дәмі деген өте керемет. Жасап көріңіздер. Көктемнің нағыз көркі болып келетін қозы құйрықпен дәмді тағамдарыңызды жасап жеңіздер. Ас болсын. Каналыма жазылып, комментарий қалдыра кетіңіздер.